Assalamualaikum dostlar. Birinci sıraka жеттік. 21 сұрақ. 15 және 17 ғасырларда тарихта ерекше орын алатын түріктің эпостық дастаны немесе дастандары. 8 жауапты немесе көп жауапты сұрақ. Қазіргі ұбт-ларда да кездеседі. Яғни осы дастандар туралы қысқаша мәлімет береміз. Және қайсысы? Енді бұл жерде бірінші сұрақтың өзіне жеке тоқтайық. 15 және 17 ғасырларда тарихта ерекше орын алатын дейді. Демек, қазіргі мен тапқан шығармалардың кейбірі осы ғасырларға жатуы мүмкін, кейбірі бұл ғасырлардан емес, алдын жазылуы да мүмкін да. Одан кейін түріктің эпостық дастаны дейді. Яғни эпостық дастан дегеніміз немесе эпостық жырлар дегеніміз, соған мән берейік. Енді ол түркі мәдениетінің одан бері қазақ мәдениетінің керемет құнды дүниелерінің бірі. Жалпы қазақ мәдениеті демейік, түркі мәдениеті вообще қарастырайық. Енді Әкем Марғұлан қазақты эпосын мынандай кезеңдерге бөлген. Яғни бірінші кезең архаикалық кезең, яғни исламшылдыққа дейін, ислам дініне дейінгі түркі мифтеріне негізінде жазылған туындылар, Күлтегін, Құламерген, Шоламерген, Ертөстік, Оғыз қаған туралы. Екіншісі Оғыз Қыпшақ дәуірі. Және бұл кезде жергілікті түркілер Қытай, Иран, Византия, араб шапқыншыларына қарсы күрестер жырлаған. Қорқыт Ата, Алдыр Өсе, Қозы Өрпеш, Баян сұлу. Үшіншісі Ноғайлы дәуірі, төртіншісі Қалмақ шабуыл кезіндегі, бесіншісі кейінгі дәуір, яғни қазақ батырларының хан сұлтандарға қарсы күресін бейнелейтін жырлар. Яғни эпостық жырлар ол біріншіден батырларды сипаттаған жырлар, көбіне. Яғни енді сонымен қатар қарайтын болсақ, мына жерде Қозы Өрпеш, Баян сұлу дейді. Демек, деп айтады, лира эпостық жырлар деген кезде осындай дүниелерді қосып қарастырамыз. Енді түсінікті эпостық жырлар дегеніміз қандай екендігі. Енді жеке-жеке тоқтала жауаптары. Көреұлы дейді. Яғни Көреұлы дейтін қарайтын болсақ, қаһармандық халық эпосы Орта Азия, Тайып Шығыс, Кавказ халықтарына ортақ, яғни фольклорлық ескерткіш. Жырдың түрлі нұсқалары түркмен, қарақалпақ, өзбек, құмық, Әзербайжан халықтарына кездеседі. Жыр сюжеті қарасаң Орта Азия, Кавказ халықтарынан бөлек Балқандағы гагаuz, Сібірдегі тобыл татарларына да жақсы мәлім. Яғни сұрақта келіп тұрғандай түріктің эпостық дастанына не жауап ретінде келеді екен. Демек, бірінші жауабымыз А. Көреұлы. Одан кейін білім кітабы. Енді білім кітабы туралы мәліметтерді шынымды айтайын таппадым, бірақ негізгі Әл-Фарабидің еңбектеріне байланысты сұрақтар келіскен екен. Соның ішінен қарастырып көрдім. Қазір бізде мына жердегі Масқұт каноны деген секілді кітапты, Диван әл-Адаб деген секілді кітаптардан туралы мәліметтер береміз. Енді одан кейінгі уағыз үлгілері мен білім кітабы дейтін туралы, яғни араб жазбалары екен, түсінікті ғой біз айтқан кезде. Одан кейін Диван әл-Адаб, бізде ол кітап Исхақ әл-Фарабидің Диван әл-Адаб кітабы атты туындысының танымдық, яғни осы бір кітап туралы мәліметке келтіреміз. Яғни қазақ халқының салт дәстүрі мен әдет ғұрыптарының қалыптасуы даму кезеңдегі араб мәдениетімен тығыз байланысты кітап. Яғни дұрыс айтқанда діни форматтағы кітап екен. Диван әл-Адаб сөздігі 10-шы ғасырларда осы Фараб қаласында түзілген алғашқы араб тілі түсіндірмесі сөздігі қатарына жатады. Демек, ол бізде сөздік екен. Одан кейін китап дадам көркөт, яғни орысша мәлімет таптым. Яғни китап деде көркөт, яғни ол бізде героический эпос Оғуз, яғни оғыздардың батырлық эпосы дейді. Яғни түркі халқына тиесілі дейді. Демек, екінші жауабымыз осы болады екен. Одан кейін тағдыр кітабы. Тағдыр кітабы енді соңғы уақытта шыққан кітап болуы да мүмкін, бірақ интернеттен тапқан болсын. 2006 жылғы роман Брэд Мельцерден, 200 жылдық код ойлап тапқан Томас Джефферсон Вашингтонның, яғни заманауи қазақстанды ашады. Яғни ол детективті форматта кітап екен. Енді барынша жауаптарды қарап отырып тапқанымыз ыңғайлы болады, себебі әр кітапты жеке-жеке мәлімет кейбіреуі келіспейді екен. Одан кейінгі Масқұт каноны, ана көрсетіне Масқұт каноны немесе медицина каноны деген, ол бізде Әл-Фарабидің еңбегі, ол медицина тақырыбында жазылған екен. Эпостық ешқандай эпостық неге жатпайды. Уағыз үлгілері дейтін атыстықты алып тастай берік, себебі ол да бізде араб форматы, яғни діни бағытта жазылған кітаптар, яғни эпостық дастан емес. Соңғысы Оғызнама. Оғызнама ол бізде түрік халықтарының ежелгі шежіресін, яғни генеалогиялық аңыздар негізінде баяндайтын эпостық дастан. Демек, жауап ретінде қалдырамыз. Енді Оғызнамаға кішкене сәл мәлімет берейік.
шығарма алғаш ауызша туындап бертін келе қағазға түсірілген. Оғазнаманың екі нұсқасы бар. Көне ұйғыр әріптерімен жазылған, яғни 13-14 ғасырларда көшірілген. Париждің ұлттық кітапханасы сақтаулы тұр дейді. Көлемі небәрі 42 бет, әр беті 9 жолдан тұрады, яғни өлең шумағы ретінде жазылған. Бұл нұсқаны алғаш Радулф орыс тіліне аударған, кейін Щербак тілдегі тұрғыдан зерттеп, ғылыми түсініктер жаза отырып қайта аударған еді. Қолжазбаны түпнұсқа деп танымай, оның көшірмесі деген пікірге келген. Яғни екіншісі араб әріптерімен жазылған, Хиуа ханы Әбілхайырдың нұсқасы, яғни екіншісі сол уақыттағы шежіре тарих ма, түрікмен шежіресі, екіншісі шежіре түрк, яғни түрк шежіресі деген мағынада келген екен. Енді Оғызнама дегеніміз түсінікті, сол уақытта Оғыздың батырлары туралы, елдік жорықтары, ұрпақтарын кейінгілікті, яғни Оғыз тайпасы, Қасым тарихынан өттік қой, Оғыз тайпасы туралы мәліметтер. Енді Оғыз түрік эпосына негізделген, тарихи негізгі бар, бірақ бізге аңыз күйіне жеткен, яғни Оғыз тайпаларының көшіп қону, қоғамда әлеуметтік өмір туралы деректерді келтірген тарихи әдеби ескерткіш ретінде қарастырамыз. Егер де осы жерде таппаған осы В және де F, яғни варианттарына байланысты өздеріңіздің жеке мәліметтерін болсаңыздар бөлісіп кетіңіздер, себебі менің барынша тапқандарым осы кітапта. Енді бірақ тағдыр кітабы бәлки осы болар деген бір ғана ойда тұрмын. Бірақ негізгі кітаптың сұрақтың тікелей дұрыс жауаптары ол бізде көреғұлы тапқанымыздай. Және китап дәдәм Қорқыт, яғни Қорқыттың атабы, қазақша тікелей аударатын болсақ, кітап дәдәм деген бабам, Қорқыт деген. Одан кейін үшіншісі Оғызнама. Демек дұрыс жауабымыз бізде А, Е, H емес H жауаптар болады екен,